Саламатсыздар, құрметті қауым, құрметті журналистер. Ең алдымен баршаңызды құттықтаймын. Бүгін өте маңызды тарихи күн. Еліміздің өз жарқын болашағы үшін белсенді түрде дауыс беріп отыр. Шын мәнінде биылғы жыл оңай болған жоқ, бірақ халқымыз жұмылдырып қиындықтардың бәрін еңсерді. Енді алдымызда тұрған өте ауқымды міндеттер, мақсаттар бар. Ең алдымен программамды енді маған халық дауыс беретін болса, бағдарламамды жүзеге асырып орындауымыз керек бәріміз. Сондықтан жұмыс көп. Біз биыл саяси реформаларды жүзеге асырдық. 4 пакет орындалды. Олардың ішінде жазда референдум өтті. Міне бүгін кезектен тыс президенттік сайлау өтіп жатыр. Сондықтан көп жұмыс атқарылды. Өте маңызды жұмыс. Сондықтан келешекте бұл жұмыс өз жалғасын табады деп мен ойлаймын.